Ана мен бала арасындағы махаббатты бұзуға ешкімнің құқы жоқ. Олардың арасындағы махаббат мәңгі және мәнді болуы керек. Дегенмен, ана мен бала арасындағы махаббаттың өзгелердің бақытына да кедергі болмауы керегін көпшілік түсіне бермейді. Менің айтып отырғаным, ана баласын жақсы көргеннен кейін ұлын келіннен қызғанатын енелер бүгінде жетерлік. Мейлі, ұлын жақсы көрсін, бірақ оны келіннен қызғанатындай ол бөтен емес қой. Кекілдінің бәрі бөтен деген сөзден шығады. Босаға аттап, отбасымыздың бір мүшесі болуға келген келінді кейбір енелер бөтен деп қарайды да, ұлы мен келіннің арасындағы қуанышты көргісі келмей ұлын қызғанып, келінге күн көрсетпейді. Қыз күнімде мұндайларды естігенде сенбеуші едім. Тіпті ұлын келіннен қызғанып жүрген ененің бейнесін көз алдыма елестете алмайтынмын. Енем ұлын менен қызғанады деп өкпесін айтқан дос құрбыларыма күлетін едім. Бұл күлкіге айналдыратындай емес, ойландыратындай жағдай екенін кейін түсіндім ғой. Отбасын құрғандардың кейбіреулері ажырасып жатса, ал кейбіреуі әке-шешелеріне қарсы шығып, келіншектерінің сөзін тыңдап ата-анасынан бас тартқандарды да естіген едім. Тұрмысқа шығып, бір отаудың тұтқасын ұстағанымнан кейін осы жағдай менің де басымнан өтті. Сонда ғана бұл мәселенің өзекті екенін түсініп жеттім. Күйеуім мен осыдан 3 жыл бұрын отбасын құрдық. Алғаш босаға аттап келген күннен бастап, енемнің көз жанарынан әлдебір алаңдаушылықты байқайтынмын. Кейін келе ол енемнің ұлынан алыстап, келінге жақын болып кетпесе екен деген уайымы екен іс-әрекеті арқылы байқап келдім. Өзімді ана мен баланың арасын ажыратып, қарсы қоятындай жаман келін болдым деп есептемеймін. Керісінше, осы үйдің отынан кіріп, күліне шығуды міндетім деп санадым. Ешқашан ата-енемнің жолын кесіп, сөз қайтарып, не болмаса ас-ауқатын кешіктіріп берген емеспін. Күйеуімді қатты жақсы көргендіктен болар. Күйеуім қуансын, ол мені мақтасын, махаббаты арта түссін, маған ризалығын білдірсін деп қыбыр-жыбыр тірлік жасап, үнемі қимыл үстінде жүретінмін. Жұмыстан шаршап оралған күйеуім өзінің бар жағдайы жасалып тұрғанын көріп, ризасыз қуанып, қайта-қайта құшып, қасымнан алыстамай жүреді. Екеумізден бір-бірімізге телміріп отырғанымызды, қуанып, қалжыңдасып ойнағанымызды, бәрін енем терезенің бір бұрышын аңдып тұратын. Шыдамы қашанға дейін жетсін, бір күні енем қылық пен бүлік шығара бастады. Адамның ішіндегі ойын білу мүмкін емес қой. Мен не істесем де енемнің көңілінен шықпайтын. Сонда енемнің ойы не екен? Неге менің істегенімді ұнатпай, кері қайтарып жібереді деп сұрақтарыма жауап таба алмаушы едім. Дегенмен, біреудің аузынан шыққан сөз ешқашан сол жерде қалып кеткен емес. Енемнің келіні туралы айтқан сөздерін ағайын жеңгелерімнен немесе көршілерден естіп біліп тұрамын. Олар біздің арамыздағы сөздерді бір-бірімізге, яғни менің аузымнан шыққан сөзді енеме, енемдігін маған жеткізіп тұратын ақпарат сияқты еді-ау. Сондай болса да ене мен келін арасындағы татулықты мықтап алуға көмек етеді. Олардың өсектеген жамандыққа емес, жақсылыққа пайдалана білгенім өзімнің ақылдылығым шығар деп ойлаймын. Енем, келін келді. Енді ұлым мені елемей, келіннің айтқанмен жүріп тұратын болды. Уақыт өте келе келінім бөлек шығайық деп, ұлымның миын жеп, мен алыстатса қайтем? Айналдырған жалғыз ұлым ғой деп уайымдап жүрген екен. Осы уайымы маза бермегендіктен болар, енем біздің бөлмемізді аңдумен болатын. Тірлігім тиянақты болса да тырнақ астынан кір іздеп жүретін. Менімен өзін көп салыстыратын. Бір күні 8 наурыз халықаралық әйелдер күнінде күйеуім, енем екеумізге бірде сыйлық беріп, қосымша бірде етіп орамал тақты. 2 орамалдың түрі 2 түрлі еді. Енеме ақ, маған қызғылт түстен безендірілген орамал берді. Осы кезде енемді қайдан сайтан түрткен білмеймін.
ұлына реніш білдіріп, маған неге қызыл орамал бермедің? Үйленемін деп мені ұмытып, әйеліңді көбірек ойлайтын болыпсың, деп қызғанды. Енемнің жасы үлкен болғандықтан қызғылт орамал жараспайтынын айтып, жасына лайықтап ақ түсті пішіні келіскен орамалды мен таңдап берген едім. Енем ұлына ренжіп қалмасын деп араша түсіп, апа, егер сізге қызғылт түс ұнаса, міне алыңыз, маған ақ орамал да бола береді. Ұлыңыз қандай сыйлық сыйлайын дегенде, ақ орамал алу керектігін мен айтқанмын. Ұлыңыз сізді қуантқысы келіп еді, дедім. Енем сөзді тыңдады да жас баладай бұртиып, келіншегінің айтқанымен жүріп тұра бер. Бір күні бізге қарсы қойып, сенің басыңа шығып, білгенін істейді деп сөгіп ақ орамалын алып кетіп қалды. Енем осылай мінез көрсетіп кеткен кездерде күйеуім екеуміз ыңғайсыз жағдайға тап болып, ұзақ уақыт бір-бірімізбен сөйлесе алмай үнсіз отырамыз. Енемнің ауыр сөздерін көтере алмай жылап қалған кезімде күйеуім мені жұбатып, жанымда отырғанда енем келіп, ұлын ертіп әкетіп қалады. Тіпті әйелінің жанына барсаң, мені жаман көргенің деп күндізде, түнде де жаныма жақындатпай қойып еді. 3 күннен бері анасының қасына жатып жүрген күйеуімді бір күні қайын атам ұрсып берді. Қайын атам да еш нәрседен хабарсыз үйде ене мен келін арасында бір балаға талас болып жатқан мүлде хабарсыз деп ойлаушы едім. Кейін білсем, қайын атам бәрін сыртқы көзбен ақ біліп жүр екен. Ержеткенде ата анасының қасында жатқан ұлынан неге анасының қасында жатқанын сұрады. Күйеуім, анам мені жақсы көрсең қасыма жат деді, содан жатырмын, деп қысқа қайырды. Қайын атам енеме ашуланып, сен ұлыңды қызғанғаныңды қашан қоясың? Келіншегінің қасында болу керек ол. Қашаннан бері байқап жүрмін, тегі қояр емессің. Ұятты білесің бе? Мұна істеп жүргеніңді ел жұрт көрсе күлмей ме? Анасы ұлын қызғанып, келініне жібермей жүр деп мазақ қылады ғой, деп ұрсып, күйеуіме бар, келіннің қасына. Бұл түрлігің дұрыс емес, ұят болады балам, деп жіберді. Арада біраз күн өткеннен кейін енемнің абысындары келді. Олармен қарым қатынасымыз жақсы. Мені көрген кезде қуанып тұрады. Біздің үйде болып жатқан жағдайдан олардың да хабары бар екен. Енеме ақыл қосып, қателік жасап қоймауын айтып түсіндіріп кететін. Сен балаңды қызғанамын деп жүріп бір күні келіннен айырылып қалып жүрме. Балаңды қызғанып жүргенің сырт көзге оғаш көрінеді екен. Келініңді күндес көруге болмайды. Келініңде балаңда бір-біріне жарасымды артық мінезі жоқ. Олардың бақытына балта шаппа. Босқа ұлыңды бақытсыз етіп қоясың, деп айтқан ақыл кеңестерінен кейін бір жолға түсе бастады. Бұл кезде менің құрсағымда 7 айлық нәрестем бар еді. Әне міне дегенше перзентімді өмірге әкелетін күнде жақындады. Перзент қарадан шығып ұлыммен бірге үйге оралғанымда енем іштей қуанып, бірақ маған сездіре алмай отырған екен. Қазақ дәстүрі бойынша тұңғыш перзент ата әженікі дейтін едік қой. Тұңғыш перзентімді енемнің қолына ұстатып, сіздің немереңіз, әлі перзентіңіз дегенде енемнің көзінен аққан қуаныш жасын көріп, екеуміз де жылап алдық. Содан бері енем ұлына қарауды ұмытып, немересінен қасынан шықпайды. Енемнің жұбанышы табылғанына қуанып қалдым. Қазір ене мен келін арасында ешқандай реніш жоқ. Енемнің маған іші жылып, үкілеп қарайды. Бұрын ана мен баланың арасы жақын болса, қазір керісінше ене мен келіннің арасы тату болып, бір-бірімізден ажырамастай болып алғанбыз. Отбасында ең бастысы ене мен келіннің, әке мен ұлдың татулығы берік болғаны керек екен.